Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағынан тарихи тұлғалар бөліміндегі көнерген сөздер тақырыбын өтеміз. Сабақтың мақсаты мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілген мәселені болжау. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына мәтінге назар аударайық. Ертеде Мадан деген хан болыпты. Ханның 40 уәзірі бар екен. Бір күні хан сарайында жатып уәзірлерін шақырыпты. Уәзірлерім, сендер 40-да асып туған ақылды, данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсаймын. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын, шөптің жаманын және құстың жаманын тауып келіңдер. 11 ай уақыт беремін. Сол 11 айдың ішінде тауып келмесеңдер, жазалы боласыңдар дейді. Міне балалар, бұл мәтін қай кезде болған оқиғаны суреттейді? Бұл әңгіме сендерге таныс па? Және мәтіннің ішінен өте ертедегі қолданылған, қазір қолданылмайтын қандай сөздер кездесті? Жарайсыңдар балалар, бұл шыншыл Аяз би ертегісі. Ертегі өте ертедегі оқиғаны суреттейді. Мәтіннен хан, уәзір, сарай сияқты бізге таныс емес сөздер кездесті. Бұл Аяз би ертегісі ертедегі Аяз би туралы жазылған ертегі. Сондай-ақ балалар, мына суреттегі хандық дәуір кезеңінде қолданылатын сөздерді бір бөлек, үй тұрмысында қолданылатын суреттерді бір бөлек топтастырып жазыңдар. Хандық дәуір тұсында кездесетін сөздер хан, садақ, сауыт, қалқан, қылыш. Сондай-ақ үй тұрмысында қолданылатын сөздер сәукеле, кебеже, торсық, тұскиіз, шапан және қамзол. Қоғам дамуына орай тіліміздегі қолданыстан шыққан сөздер көнерген сөздер деп аталады. Көнерген сөздер екіге бөлінеді: тарихи сөздер және архаизмдер. Тарихи сөздер дегеніміз белгілі бір дәуірде қолданылған, қазір қолданыстан шығып қалған сөздер. Ал архаизмдер тұрмыс тіршілікте әр дәуірде өзгеріп, әртүрлі сөздермен ауысып отыратын көнерген сөздер. Тарихи сөздер ел басқарумен байланысты, қару-жараққа қатысты және отаршылдық дәуірдегі айтылатын сөздер жатады екен. Ел басқарумен байланысты аталатын атаулар хан, ханзада, патша, уәзір, би. Отаршылдық дәуірінде кездесетін сөздер ұлық, болыс, аға сұлтан, ауылнай. Және қару-жараққа қатысты атаулар айбалта, найза, сауыт, семсер, садақ, садаққап, садақпау, қорамсақ және тағы басқалары. Ал архаизм сөздерге мата атаулары, әдет-ғұрып атаулар, киім-кешек атаулары, мезгіл және қашықтық атаулары, үй тұрмысы, ыдыс-аяқ атаулары жатады екен. Ал балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, тапсырма орындайық. Оқулықтарыңдағы 4-ші тапсырмада түсіндірме сөздікті пайдаланып, берілген сөздерді топтастырыңдар. Тарихи сөздерді бір бөлек, архаизмдерді бір бөлек топтастырып жазыңдар. Келесі тапсырма семантикалық карта толтыру. Тарихи сөздер мен архаизмдердің тиістісін қойып жазыңдар.
Балалар, келесі тапсырма ойлан тап деп аталады. Мақал-мәтелдер берілген бос орынға тиісті көнерген сөздердің бірін қойып, мақалды көшіріп жазыңдар. Сендер тапсырманы дұрыс жазды деп ойлаймын. Бірінші мақал: кісі елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол. Екінші: бақпен асқан патшадан, мимен асқан қара артық. Тігілмеген ішіктен қолында бар тон жақсы. Және қызға қырық үйден тыю, қала берсе қара күңнен тыю. Балалар, мақалдағы сұлтан, патша, ішік және күң деген сөздер көнерген сөздерге жатады екен. Сабақты қорытындылау мақсатында мынандай сұрақтарға жауап беріңдер. Қазақтың қандай хандарын білесіңдер? Қазақтың үш биі кімдер? Ертедегі қазақ батырлары үстіне не киген? Қолдарына қандай қару алған? Балалар, сендер бүгін сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңа үлкен рахмет.